тасымал бөлімшесінде қызмет атқардым. Қазіргі таңда Қарағанды магистральды желі бөлімшесінде техникалық бөлімінде жетекші инженер-технолог қызметіндемін. Осы салаға келуім басты бір себептерінің бірі ол әкем. Әкем Серіков Нұрғали Серікбайұлы теміржол саласында 35 жылдан астам көлем жұмыс атқарып келе жатыр. Бала кезінен әкемнің жұмысына деген еңбекқорлығын, махаббатын көріп, осы саланы таңдауға шешім қабылдадым. Қыз балаға теміржол саласында жұмыс істеу қатты ауыр емес. Себебі өз жұмысында жақсы көрсең, және де жауапкершілікпен қарасан, ешқандай қиыншылығы жоқ. Нақты өзім үшін теміржол саласы қызықты әрі де қолайлы болып келеді. Болашағымды осы мамандықта көремін, себебі теміржол еліміздің дамуының болашағы деп санаймын. Қазақстан теміржолымен әрі қарай жас маман ретінде өсіп, кейін еліміздің және де теміржолдың инфрақұрылымының дамуына өз үлесімді әрі қарай да қосқым келеді. Еңбек табыс пен жетістіктің кілті. Өйткені еңбек арқылы адам өседі, тәжірибе жинайды, өзінің алға қойған армандарына, мақсаттарына жетеді. Нақты өзім тәжірибем бойынша айта аламын, еңбек ешқашан зая кетпейді. Сол себепті ұстанымдардың бірі осы.